Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 44-ші сабақты орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды, ұмытпаңыздар. Бізде тақырып санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу, Енді бізде сен санның бөлігін табуды және бөлігі бойынша санды табуды үйренетін боласың. Бірінші тапсырмаға біз көз жүгіртсек, сантиметрмен берген әр жолақтың ұзындығы бір жылдағы айлар санына тең. Әрбір жолақ бірде қанша бөлікке бөлінген? Әрбір бөліктің ұзындығын өлшемей-ақ білуге бола ма дейді. Бізде ең бірінші мынау А нұсқасындағы жасыл жолаққа қарайық. Ол бізде неше жолақ бар екен? Бір және екі жолақ бар екен. Ал мына ұзындықты біз 12 сантиметр деп алайық. Демек, 12 сантиметрді біз екі жолаққа бөлетін боламыз. Сонда бізде 6 сантиметрге тең болады. Келесі бізде сары жолағымыз біреу, екеу, үшеу екен. Демек, біз 12 сантиметрімізді бөлеміз 3 жолаққа. Ол бізде 4 сантиметрге тең болады екен. Келесі бұл нұсқасында бізде 1, 2, 3, 4 жолағымыз бар екен. Көк жолағымыз бізде 4-еу, демек 12 сантиметрімізді біз 4-ке бөледі екенбіз. Сонда бізде 3 сантиметр болады екен. Келесі бізде В нұсқасында күлгін жолағымыз 1, 2, 3, 4, 5 және 6. Сонда біз 12 сантиметрімізді бөлеміз осы 6 жолаққа. Сонда бізде 2 сантиметрге тең болады 2. Келесі тапсырмаға қарасақ, бізде кесінді тең бөліктерге бөлінген. Кесіндінің бір бөлігінің ұзындығын өлше, бір бөлігі білу арқылы барлық кесіндің ұзындығын қалай табуға болады делінген. Ең бірінші бізде А нұсқасында мына кесіндінің ұзындығын біз 3 сантиметр деп алайық. Демек, 3 сантиметріміз, енді мынау кесінді бізде неше? Біреу, 2 кесінді бар екен. Демек, біз 3 сантиметрімізді мынау 2 жолаққа көбейтеміз. Сонда бізде 6 сантиметріміз шығады екен. Келесі Ә нұсқасында біз мына кесіндінің ұзындығын 2 сантиметр деп алайық. Бізде кесіндінің саны неше? Біреу, екеу, үшеу, төртеу және бесеу. Демек, біз 2 сантиметрімізді 5 сантиметр көбейтеміз, ол бізде 10 сантиметрге тең болады екен. Келесі бізде үшінші тапсырма. Қара өрік ағашынан 20 килограмм жеміс жинап алынды. Ыдысқа жемістің жартысын 5-тен 1, 4-тен 1 салғанда әр ыдыста қанша килограмм қара өрік болады дейді. Бізде 20 килограмм 2-ден 1 дегеніміз ол 2-ні білдіреді. Демек, 20 килограммды 2-ке бөлеміз, ол бізде 10 килограмм болады. Келесі бізде 5-тен 1 деген. 20 килограмм 5-тен 1 деген, ол бізде 5 деген сан. Демек, 20 килограммды 5-ке бөлсек, ол бізде 4 килограммға тең болады екен. Келесі бізде 4-тен 1, бұл 20 килограммды біз 4-ке бөлеміз. Демек, ол бізде 5 килограммымызға тең болып тұр екен. Келесі бізде 4-ші тапсырма есептерді шығар. А нұсқасы, бір қарбыздың массасы 8 килограмм, жарты қарбыздың массасы қанша дейді. Демек, шешуі біз 8 килограммды бөледі екенбіз 2 килограммға, ол бізде 4 килограммға тең болады екен. Келесі Ә нұсқасында жарты қарбыздың массасы 4 килограмм, бүтін қарбыздың массасы қаншаға тең дейді. Жарты қарбыз дегеніміз ол 1-ден 2 деп алады екенбіз. Сонда бізде қарбыздың массасы қаншаға тең сұрап тұр. 4 килограммызды біз 2 килограммға көбейтеміз, сонда ол бізде 8 килограммызға тең болады екен. Келесі 5-ші тапсырма есептерді шығар. Бір жәшік алманың 4-тен 1 бөлігі 4 килограмм тартады. Жеміс толы жәшікте неше килограмм алма болады дейді. Бірінші А нұсқасын орындайық. Бізде бір жәшік 4-тен 1 бөлігі 4 килограмм алмамыз, бір жәшік неше килограммға тең екені белгісіз. Демек, біз 4 килограммызды 4 бөлікке көбейтеміз. Ол бізде 16 килограмм. Яғни жауабы жеміс толы жәшікте 16 килограмм алма бар. Келесі Ә нұсқасы, бір жәшікте 16 килограмм алма бар, оның 4-тен 1 бөлігі бәлішке пайдаланылды. Бәліш пісіру үшін неше килограмм алма пайдаланылды дейді.
Бізде бір жәшік 16 килограмм, оның 4-тен бірін алмада неше килограмм бәліш екен белгісіз. Біз 16-мызды 4 бөлікке бөледі екенбіз. Сонда бізде 4 килограммыз шығады екен. Жауабы бәліш пісіру үшін 4 килограмм алма пайдаланылды екен. Келесі бұл нұсқасында осыған ұқсас есеп құрастыр дейді. Себетте 12 килограмм алма болды деп баста дейді. Демек, бір себетті біз 12 килограмм алма деп алсақ, сатылды 3-тен 1 бөлігі. Енді қалды неше килограмм алманы сұрап тұрады. Бірінші біз 12 килограммызды 3 бөлікке бөлеміз. Ол бізде 4 килограмм сатылады екен. Келесі біз 12 килограммызды біз шыққан мәнді 4 килограммнан азайтамыз. Ол бізде 8 килограмм. Демек, жауабы бізде 8 килограмм алма қалды екен. Келесі бізде 6-шы тапсырма есептерді шығар, келесі есептер құрастыр боларды шығар дейді. Ең бірінші А нұсқасын орындайық. Ұзындығы 15 см қияр, теңде 5 бөлікке бөлінді. Бір бөлігінің ұзындығы нешеге тең дейді. Бізде ұзындығы 15 см қияр деп алайық. Бөлінген 5 бөлікке. Бір бөлігі неше сантиметр деп тұр. Демек, 15 см қиярымызды біз 5 бөлікке бөлеміз, ол бізде 3 сантиметрге тең екен. Яғни бір бөлігінің ұзындығы 3 сантиметрге тең. Келесі Ә нұсқасы бақшада жиналған қызанақтың 3-тен 1 бөлігі 9 килограмм. Бақшадан барлығы қанша килограмм қызанақ жиналды дейді. Бізде 3-тен 1 бөлігі 9 килограмм, барлығы неше килограмм екені белгісіз. Біз 3 бөлігімізді көбейтеміз 9 килограммға, ол бізде 27 килограмм. Яғни барлығы 27 килограмм қызанақ жиналды екен. Енді біз оған бұл нұсқасы деп алып, кері есеп құрастыратын боламыз. Бізде барлығы 27 килограмм деп алайық. Бізде 3-тен 1 бөлік килограммы белгісіз. Демек, 27 килограммызды біз 3 бөлікке бөледі екенбіз. Сонда бізде 9 килограмм болады. Жауабы 3-тен 1 бөлігі 9 килограммды құрайды. Келесі бізде соңғы 7-ші тапсырма. Оқушы өрнектің мәнін амалдар бойынша есептеді. Оның қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта дейді. Ең бірінші балалар, бұл жерде бізде өрнектің амал ғып құрамыз, яғни есеп қып құрастыратын боламыз. Демек, біз ең бірінші А нұсқасына көз жүгіртсек, 16 қосылған 12-ні біз жақшаның ішіне алайық. 16 қосылған 12-ні жақшаның ішіне алайық. Мына 7-мізді жақшаның сыртына бөлінді амалы ғып құрастырайық. Демек, біз ең бірінші 16-ны 12-ге қосып алады екенбіз. Ол бізде 28. Одан шыққан мәнді біз 7-ге бөледі екенбіз. Сонда бізде 4-мізге тең екен. Келесі Ә нұсқасында біз мына 9 бен 6-ның көбейтіндісін алайық. Және оның астындағы 5 пен 6 көбейтіндісін алайық. Мына азайту амалын сол екі амалдың ортасына қоятын боламыз. Демек, біз ең бірінші 9-ды 6-ға көбейтіп аламыз, ол бізде 54 мәні. Келесі 5 пен 6-ны көбейтіп аламыз, ол бізде 34 мәні. Соңынан шыққан мына 54 пен 30 амалын біз азайтатын боламыз, ол бізде 24 мәні шығады екен. Міне біртіндеп көрсетіп қойдым. Қай амал бірінші орындалатын. Келесі бізде бұл нұсқасында мына бірінші есебіне қарасақ, бізде 65 қосылған 9. Бұны біз жақшаның ішіне алайық. 65 қосылған 9 және мына жақшаның сыртына 49 бөлінген 7-ні алатын болайық. Және соңғы мына екі амалдың ортасына біз қосу амалын қоятын боламыз. Демек, біз ең бірінші 65-ті 9-ға қосады екенбіз. Ол бізде 74 мәні шығады. Сосын біз жақшаның ішін орындап болғаннан кейін бөлінді амалын орындаймыз. Екінші 49-ды 7-ге бөлсек 7. Содан шыққан 74 мәнімен 7-ні біз қосатын боламыз. Мынау соңғы 3-ші амал бізде қосу амалы орындалады. Ол бізде 81 санына тең болады екен. Балалар, менің сабағым сіздерге пайдалырақ болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырау басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта біз кездескенше.